Сәлем достар, қалайсыздар? Мен жақында бір кітапты оқып аяқтадым және сол кітаппен сіздермен бөлісейін деп шештім. Оқуға стоит па или не стоит па? Алдымен сіздерге кітаптың мазмұны туралы айтайын, содан кейін соңында қандай кітап екенін айтатын боламын. Қайыркен деген жігіт болады. Оның ағасы, мамасы және папасы болады. Бұлар мал шаруашылығымен айналысады. Кітапта көбінесе Қайыркен Ыбышты сипаттайды. Ыбыш туралы жазылған кітап. Ыбыштың мінезі әкемнен аумай қалған дейді. Сондай қаһарлы, тұйық, өте жігерлі, сондай деп сипаттайды. Оның дене пішінің өте денелі, ірі болған, 50 килолық қаптың өзін жеңіл көтеретін адам болған екен. Көкпар десе ішкен асын жерге қояды екен. Әкесіне де осы мінезі қатты ұнайды екен. Бірақ Ыбыш өте жайбарақат екен. Сонымен бір күні әкесі Ыбышты үйлендіргісі келетінін айтады. Ертесіне той болады, тойдың барлығы өтеді. Қайыркен қатты армандайды, мені жеңгем сондай ашық жарқын мінезді, үйімізге шаттық, шуақ әкелетін адам болсыншы деп. Қайыркеннің арманы орындалады, жеңгесі тура сондай адам болып шығады. Енді Ыбыш өте қатал болады, тұйық болады, ешқашан бір эмоциясын көрсеткен емес, үйленгеннен кейін де тура сондай салтанатты аямайды. Себебі бір күні далада боран, қыстың қақаған суығы, қойлары жоғалып кетеді, ал ол болса салтанатты қойларды іздеуге жібереді. Сонымен салтанат қойларды табады моланың жанынан, бірақ қақаған қыстың суығында шыдай алмай, сол жерде қардың астында қалып, өзіне ауру тауып алады, яғни жүрек ауруына ұшырайды. Сонымен аяғы ауыр болады. Аяғы ауыр болғаннан кейін ол туатын уақыты жақындағанда жүрегі көтермей өмірден өтеді. Салтанат қайтыс болғанда Ыбыш көкпарда болады. Көкпардан келгеннен кейін баласы мен әйелінің өлімін естіп, бірақ сонда да түр бермейді. Бірақ ішінен қатты сондай бір қапалы екені көзінен көрінеді. Сөйтіп бір күні Қайыркен оқуға кететін болады. Папасы оны шығарып салады, шығармастан алдын айтады, молаға барып Құран бағыштап қайтайық дейді. Сол кезде моласының жанынан Ыбышты көреді. Енді кітаптан оқып берейін, қалай айтылғаны. Қолда барда алтынның қадірі жоқ деген осы ғой. Сол алтынның қадіріне сен жетпедің ау балам. Сенің қаталдығың, сенің жігерсіздігің ғой осыған кінәлі. Ыбыш көпке дейін үнсіз тұрды да, мені соған үйреткен сіз кінәлісіз әке деп үзе сөйледі. Бәлкім бұл сөз оның ойында көптен жүрген шығар. Бұл қабірде өршіл мақсат пен үлкен арман иесі жатыр. Бұл қабірде өмірге келе алмаған жас сәбидің анасы жатыр. Бұл қабірде қадіріне жете алмаған Ыбыштың адал жары жатыр. Бұл қабірде ешқашан айтылмаған, ешқашан айтылмайтын менің аяулы махаббатым жатыр. Қош, салтанат. Тура осылай жазылған. Себебі салтанаттың арманы, мақсаты өте көп болатын. Соның барлығы орындалмай, ол өмірден осылай өтіп кетті. Осымен оқиға аяқталады. Бұл кітаптың аты Гауһартас. Сіздерге де оқуға кеңес беремін.